Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Арман қияса барады, достар бізді шақырады. Қоңыраулы қаланың көлдіргі тұрғындары шақырады сіздерді қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Үшінші қабат. Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ежісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайсыз келсем. Мегаполис деп ауыз толтырып айтуға ерте әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңілсе міндетті түрде көкке қарай өсіп қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-даңқтың қажеті жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сондай күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатырмын. Мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші. Ту, не болды? Сәлем. Сәлем. Мәсіғын. Бедокур, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайын, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлде қандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз оппа? Мынандай болмашы нәрсе жасап, 3-ші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес бе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылқалам шеберіне кеңістік керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Хоп! Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингли Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдақ. Бедокурдың да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жә, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не келсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды.
Денек? Бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Ұрат! Мұнда не боп жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша. Қайдағы жоспарды айтасың? Әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюнь. Мен 3-ші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедокур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Майда шетел сөз қылмаш. 3-ші қабатта қайтейін деп едің, 2-ші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам, құстар сайрайды. Қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюнь. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, емнің тасталқан шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек, көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен білде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюнь. Мен баспанасы жоқ, суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Бастығы! Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасында шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? 3-ші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген Денек? Ақыр айғанда Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам. Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен, Бедокур, бұдан бұлай еш уақытта. Сенің де жетсіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай қояйын. Қысқасы, мұның бәрі мен білдірдім. Кешіріңдерші, Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып танысып ал. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүрдер. Мен компьютер қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Ау! Бедокур! Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.